Сәлем, сіздермен әдеттегідей кино әлемі. Бүгін мен сіздерге «Грех, достойный прощения» фильмін қысқаша баяндап беретін боламын. Ал егер сізге біздің видеолар ұнаса, сіз бізді лайк және подписка арқылы қолдай аласыз. Сіз үшін бұл бірнеше секунд, ал біз үшін 100 мың жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Итальяндық отбасы демалу үшін жағажайға келеді және әркімнің өзіндік қызықты өмірлері басталады. Отағасы Джустин әйелінің сүйікті итін тамақтандырып, ол балконның астына келгенде үстіне гүл горшогын тастап жібермекші. Бірақ бұл жолы ер кісінің жоспары іске аспайды. Оралған кезде ол өзінің туфлиінен иттің кегін байқайды, яғни туфлиін бүлдіріп кеткен. Джустин мен Лилидің кішкентай балалары Сандра өзінің кішкентай жасына қарамастан үлкен адамдарша көңіл көтермек. Жағажайда бұзақ балалармен жиналып, достар бетінде шашы бар қызды тауып алады. Олар оған бізде шаштан құтылатын крем бар және ол әсер ету үшін біз оны сенің денеңнің барлық жеріне жағып шығуымыз керек дейді. Кешкісін Ранзо інісінің заттарын ақтарып жатып, ол шашулы киімдердің арасынан темекі қорабы мен үлкендерге арналған журналдарды тауып алады. Бірақ Сандра Ранзоның сөздеріне мән бермейді, себебі оның көзі Лаураның санында. Лаура ағасының жақында ғана қосылған келіншегі. Рензо оны отбасымен таныстыру үшін және өз командировкада кезде келіншегінің іші пыспау үшін ата-анасының қасына әкеліп тастаған. Рензо отбасын бір аптаға қалдырып, жұмыстармен кетуге мәжбүр. Ол Сандраға Лаураны жағажайдағы еркектердің көздерінен қорғауды тапсырады. Жігіт бұл тапсырмадан ешқандай қызық таппайды және ол Лаураны қарайлап отқанда достары қаланы аралап жүргені оның жынына тиеді. Бір аптада өте шығады. Рензо оралды және енді Сандраның қызметі қажет емес. Сандра достарымен қаңғырып жүріп, Рензо әйелін қаншалықты сағынғанына куә болады. Сандра оған не болғанын түсінбейді, бірақ ағасы мен жеңгесінің махаббатпен айналысып жатқанына куә болғаны оны тек тітіркендіреді. Демалып алған соң еркек тағы да командировкаға жиналады және тағы да Сандраны әйелін сүйемелдеуші етіп тағайындайды. Бұл жолы жігіт қатты қарсыласпайды. Ол Лаураның керемет көріністеріне куә болғаннан бастап, оған қараған сайын қиялдайтын болды. Лаура болса туысының ашық көзқарастарын байқамастан, оның алдында өзін еркін ұстаудан ұялмайды. Жігіттен көмек сұрап купальнигін ағытқанда, қыз Сандридің бұл қамқорлығына тәнті болады. Жас жігіт бұдан былай туысының арқасына крем жағу немесе көйлегін кигізуге көмектесу секілді мүмкіндіктерден мүлде бас тартпайды. Әйтеуір қыздың денесіне қол жеткізу үшін. Лаура тентектігінен бе, әлде қулығынан ба, ол да жігітке тиісу мүмкіндігін жібермейді. Ол біресе оған көйлегін қысқартқызады, біресе басын жуғызады, біресе аяғын көрсетіп сипайды. Бірақ үнемі бұл оқиғалардың соңында Сандри өзінің табиғи эмоциясын көрсетпеу үшін журналмен бүркеніп алады. Ол қыздың тіпті түсінде де көмек сұраған даусынан оянып, Сандри ағасының бөлмесіне жақындайды да қысқа түнгі көйлекте ұйықтап жатқан Лаураны көреді. Рензо қалаға оралған соң інісіне бір нәрсе болғанын байқайды. Бауырын ашық әңгімеге шақырып, ол оның күйеуі бар ересек әйелге ғашық болып қалғанын анықтайды. Жігіттің айтуынша ол өзін өте ашық ұстайды және балақайды өзі қиялға итермелейді екен. Рензо Лаураға інісінің басын кетіріп жүрген әйелдің кім екенін анықтауды және жігітке бұндай жағдайда қандай әрекет жасау керектігін үйретуді бұйырады. Үйде қалған Лаура мен Сандра жағажайға баруларын жалғастырады және бұл жолы жігіт өте батыл қадамдар жасап, Лаурадан бірден ескерту алады. Лаура дәл сол күйеуі бар әйел өзі екенін біледі, бірақ жігітпен ойнауын жалғастырады. Рензо командировкада жұмыстармен қалатынын хабарлайды да өзінің бұрынғы танысымен кеш өткізеді. Лаураның іші пыспас үшін Сандра оны достарымен ұйымдастырған кешке шақырады. Жасы үлкен болғандықтан әрі көйлегін үйлесімді кигендіктен Лаура мерекенің жұлдызына айналады. Барлық жас жігіттер назарларын қонаққа бөліп, оны көздерімен бастан аяқ тіміскілеп шығады. Бірақ бұл қыздың сүйемелдеушісін қатты қынжылтады. Соңында Сандра шыдай алмастан Лаураны үйге алып кетеді және жолда оның қызғаншақ күйеуі секілді шағымдарын айтады. Жас жігітті тыныштандыруға тырысып, Лаура оны сүйеді және артынша бұның дұрыс емес екенін түсінеді. Жігіт түні бойы қыдырып, болған оқиға жөнінде ойланады да, ақыры ағасынан кеңес сұрауды шешеді. Рензо інісін текке кетеді де, оның кішкене батылырақ болуын нұсқаулайды. Лаура болса туысын ұялтпау үшін ештеңені білмейтін кейіп танытып, бөлмесіне қамалып алып, жігітпен жағажайға барудан бас тартады. Рензо жұмысынан оралады және Лаура Сандраны өздерімен бірге ресторандағы отырысқа алып кетулерін өтінеді. Үлкендердің бірі жігіттің жастығы туралы әзілдейді, ал бұл оны қатты ренжітеді. Лаура келіспеушілікті жұмсарту үшін жеткіншекті биге шақырады және ол тағы да қолын төмен түсіріп шектен шыға бастайды. Сол үшін жеңгесі кішкене биден кідіріп, туысын орнына қоюға мәжбүр. Көлікте Сандра одан ары күшіне мініп, қараңғылықты пайдаланып, Лаураның қолын алады
алады да өзінің жамбасына қояды. Үйде жалғыз қалған Лаура тағы да Сандрамен жағажайға кетеді. Енді қыз туысымен оңашада аз уақыт өткізуге тырысады. Жігіт оны қызғандыру үшін құрдастарына қырындайды, бірақ мұнысынан еш нәрсе шықпайды. Кешкісін Сандра Лаурадан кинотеатрға апаруын өтінеді. Өйткені ата-аналары оны кешкісін жалғыз жібермейді. Бірақ шын мәнінде жігіт оған өзінің қызын көрсетіп, Лаураны қызғандырмақ болды. Соңында Сандраның жаңа қызы жігіттің бір қолымен оның қолын ұстап, ал екінші қолын жеңгесінің юбкасының астына тығып жатқанын байқамайды. Жеткіншектің бұл әдеті Лаураға ұнап тұрса да, ол арсыз туысын итеріп жібереді. Лаура күйеуімен ұрсысып қалады, себебі ол командировкадан тағы да кешігіп келеді екен. Үй қызметшісінен Сандра екеуінің оңаша қалғанын біліп, қыз жоғарғы қабаттағы Сандраның жатын бөлмесіне көтеріледі. Жігіттен үлкендерге арналған ұятсыз кітаптарды тартып алып, Лаура тікелей оның құшағына тап болады және қыз одан шығып кетеді. Бірақ енді кішкентай емес Сандра туысының оған әтейі келіп, осындай ыңғайлы жағдай жасағанын түсінеді. Рензо бұл уақытта өзінің танысының үйіне көтеріліп, бірге шай ішуден бас тартады. Ол өзінің әйелін қатты жақсы көретінін және оған сатқындық жасау қолынан келмейтінін айтады. Жұптар ара қатынастарын дұрыстамақшы. Сандра Лаураның жауабын алуға тырысып, оны ағасынан тартып алуға дайын екенін айтады. Дәл осы уақытта Рензо үйіне уақытынан ерте оралады. Қыз туысын өзінің жатын бөлмесінен әрең дегенде шығарып, күйеуіне енді душ қабылдамақ болып жатқанын айтады. Шығып бар жатқанда Сандра егер қызды басқа еркектің қолынан көрсе, әрі қарай өмір сүрмейтінін мойындайды. Бірақ бұған қарамастан кешкісін ерлі-зайыптылар некелік міндеттерін орындау үшін бір одеялдың астына кіреді. Болып жатқан нәрсеге есіктің тесігінен сығалап, жігіт үйден жылап шығады. Алдымен жігіт жағажайға келіп, өзіне қол жұмсамақ болады. Лаура болған оқиғаға өзін өмір бойы кінәлап өту үшін. Бірақ салқын суды сезінген жігіт өз ойынан бас тартып, бұның басқа шешімін іздеуге кетеді. Таңертең Лаура жігіттің үйде түнемегенін естиді. Ата-аналары дүрбелең салып, полицияға хабарламақ болады. Бірақ Рензо кішкене күтуді сынады. Лаура жағажайға жүгіріп келіп, кабинкадан жігіттің заттарын тексермек болады. Алайда ол жерден Сандраның өзін тауып алады. Туысын құшақтап сүйеді де Лаура ақыры беріледі және жұптар бір-бірімен жақындасады. Рензо ата-анасымен бірге әйелін кабинкадан табады. Бірақ Лаура өзін нашар сезініп тұрғанын және өзіне келгеннен кейін сәл кейінірек шығатынын айтады. Сандра құпияны ашпау үшін терезе арқылы шығады да жағажайдың басқа бұрышынан пайда болады. Кешкісін барша отбасы Сандраның ержетуін тойлатады және Рензо бауырының ержетуіне кімнің көмектескенін білмей, оған алтын портсигар сыйлайды. Рензо бокалдарға сусын құйып, сол белгісіз әйелге тост арнайды. Бүгінге осы. Егер фильм ұнаса, арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар.